Сәлем достар, міне мен бүгін осындай блинчик әзірледім. Тесік, жұмсақ, прям тез пісетін блинчик. Осындай блинчик сіздер жасағыларыңыз келсе, менің каналыма кіріп, менімен бірге әзірлеңіздер. Ол үшін біз ең алдымен 4 жұмыртқаны жарамыз. 1 пиалай немесе жарты пиалай қалауларыңызға қарай қант саламыз. Екеуін бірге жақсылап араластырып болғаннан кейін жарты пиалай майымызды құямыз. Үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Чайный ложкамен тұз саламыз. Кішкене ұшымен. Піскен сүтімізді құямыз. 1 кесе құямыз, ровно 1 кесе. Одан кейін жаңағы жарты кесе қайнап тұрған кипяток суды құямыз. Жарты кесе. Ақырындап бөліп құямыз. Одан кейін сода, тоже жарты қасық. Одан көп емес. Бұл соданы біз кішкентай пиалайға салып, үстінен кішкене кипяток құямыз. Немесе қалауларыңыз бойынша уксуспен де газ етсе болады. Мен өз басым кипятокпен жасаймын. Соданың дәмі де, иісі де шықпайды. Одан кейін ұнды жаймен сала береміз, көз мөлшерімен. Қатты сұйық болмау керек тестамыз, қою да болмау керек. Осындай масса шығу керек. Табаны жақсылап қыздырып болғаннан кейін, бірақ үстіне май жағамыз, кішкене май. Бұл біріншісінде ғана жағамыз, жаңадан бастаған кезде. Одан әрі қарай май жақпасақ та болады. Себебі қамырдың ішінде өзінде май бар. Бағана жарты пиалай құйдық қой, сол май жетеді. Осындай әдемі тесік блинчик пайда болады. Мен өзім 2 сковородкамен істеймін, негізі көп істегендіктен. Сол үшін 2 сковородкамен істеймін. Тез бітеді сол кезде. Осылай бәрін пісіріп ала береміз. Асты средний отта болады. Қатты жай болмайды. Міне блинчиктеріміздің бәрі пісті. Піскеннен кейін суытып қоямыз біраз уақытқа. Суығаннан кейін қаймақ жағамыз. Қаймақ бізде домашний, үйдің қаймағы. Үйдің қаймағымен өте дәмді болады. Немесе өз қалауларыңыз бойынша творогпен қаймақты араластырып, ортасына салып жесе де болады. Менде творог болмай қалды, сол себепті қаймақ жағып жатырмын.
барлығын осылай жағып бүктеп дайындап қоямыз. Балаларға жеуге ыңғайлы болу үшін. Міне бәрін осылай бүктеп болдым. Сіздерге осы видеом ұнап жатса лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.